Соңғы уақытта балалардың көп қабатты үйдің терезесінен құлау оқиғасы жиілеген. Осыған орай төтенше жағдай департаментінің мамандары арнайы рейд жұмыстарын жүргізіп, ата-аналарға бүлдіршіндерінің қауіпсіздігін қалай сақтау керек екенін түсіндірді. Толығырақ тілші тарқатсын. Жыл басынан бері бүлдіршіндердің терезеден құлау оқиғасы жиілеген себепті төтенше жағдайлар департаментінің мамандары рейд жұмыстарына шықты. Арнайы дауыс күшейткішпен қауіпсіздік ережелері туралы мағлұматтар беріліп, мамандар ересек жандарға үн-қағаздар таратып, олармен оқыс оқиғалар турасындағы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. С начала текущего года из окон многоэтажных домов выпало 15 детей. К сожалению, один ребенок погиб. 14 детей получили тяжелые травмы. Практически во всех случаях дети находились без присмотра. Өкінішке орай көп жағдайда ата-аналардың салғырттығы себеп болады екен. Барлық оқиғада әке-шешелері балаларын қараусыз қалдырған. Нәтижесінде бүлдіршіндер ауыр жарақаттар алуда. В первую очередь хотелось бы предупредить. Бірінші кезекте біз ересек адамдарға, яғни ата-аналарға бірнеше қауіпсіздік шараларын жүргізулерін сұраймыз. Олардың алғашқысы балаларды қараусыз қалдырмау. Сонымен қатар балалар терезе жақтауына, балконға шықпайтындай жағдай жасау. Сонымен қатар терезелерге арналған қауіпсіздік құралдарын орнату. Қазіргі карантин уақытында балаларды қадағалауды тіпті күшейту керек дейді мамандар. Оларды ашық терезесі бар бөлмелерде қалдыруға болмайды. Сонымен қатар терезеге жақын жерге жиһаз қоймағандарыңыз абзал. Әрбір баланың денсаулығы және өмірі әрбір ата-ана үшін өте маңызды. Әрине, әрбір баланың қауіпсіздігі әрбір ата-анаға жауапты болады. Кейбір балалар тыңдайды, ата-ананың подоконник үстіне мінбе деген, кейбір балалар түсінбейді. Сондықтан біз өзімізде кішкентай бала бар, сондықтан алдын ала қорғау шараларын жасап, міндетті түрде терезелерге өзінің нелерін қойып қойғанбыз. Сонымен қатар мамандар москитті торгездерге көзсіз сенудің қажеті жоқ дейді. Себебі бұл құрылғы балаларды құлаудан алдын алуға арналмаған. Сонымен қатар ата-аналарға балалар мен терезеден келетін қауіп туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Аян Алматылы, Рустам Бараев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.